Домбыра қазақ халқының рухани қазынасы. Қазақтың кейбір термелері және күйлері насихат екені белгілі. Мысалы, ата-ана, қоғам, ел, бауыр, жақсы істер мен жақсылық туралы мән-мағыналы сөздеріне толы. Сондықтан, домбыраның адамға ешқандай зияны жоқ деп айтуға болады. Оған қоса, ислам деректеріне сүйенсек, сахабалар арасында үйлерінде от, орысшасы лютня, бір шеті домбыраға және бір шеті қобызға ұқсайды деген аспап болғандығы келтіріледі. Осы аспапқа сахабалар харам деген үкім бермеген. Сол себепті домбыраға харам деген үкім беру негізсіз. Домбыра ғасырлар бойы қазақ халқының төл мәдениетін қалыптастырған ұлттық аспап. Домбыра адамның шеуатын қоздыратын әндерге жатпайды. Керісінше, ол адамды адамгершілік дәрежеге тәрбиелейді. Ислам діні Қазақстанға 7-ші ғасырдан бастап ене бастағанда, домбыра тікелей шариғатқа қарама-қайшы келетін болса, ол сол кезде қазақ халқының салт дәстүрлер қатарынан бірден шығушы еді. Сондықтан домбыра қабылданды және ислам дінімен сынсиялды деп те айта аламыз. Сол себепті харам үкімін домбыраға айтпай, оны дәстүрімізге сай, тәрбиелік мәні бар жыр термелерді және күйлерді насихаттап, ұлттық өнерімізді дәріптеу әрбір қазақтың міндеті.